Адам болудың бірақ жолы бар әке. Ол қандай жол? Ол кредит. Қарызды. Қарыз емес әке, бизнестің басы. Әкеңнің басы деп не қылып айтпайсыңыз? Жұрттың бәрі солай адам болған әке. Қазіргі байлардың бәрі сол. Сен бай болғың келе ме, жоқ адам болғың келе ме? Бай, Не? адам, екеуі де әке. Қазір бай болмасаң, ешкім сені адам деп пысқырмайды. Дұрыс айтасың. Ақыл да қазір байлықтың алдында тізесін бүккен балам. Ақшаның алдында ақыл баяғы да тізесін бүккен әке. Айналайын, сен үйтіп бизнесмен болмай-ақ қойшы. Онда жерді сатайықшы әке. Қандай жер? Ауылдағы жер, ақыр бос тұр. Сен маған туған жеріңді сат деп тұрсың ба? Туған жер болғанда жай жерді айтам. Шай жерді сатқанша мені сат. Жерді сатып топырақ жеп батпақ тышқандардың санын көбейтейін деп жүрсің. Әке, жер сатқандардың жерге қарап қалғанын көрген жоқпын. Қашанғы әртістің баласы? Жоқ, қашанғы маған айтшы әке. Әркімнің қолына қарап жәутеңдеп жүре береді. Сату керек, байлыққа бату керек. Сатам дедің ба, сатам. Ай, Мағжан. Қойшы әке, сатам Мағжан, дедің ба, тоқта. сатам. Мағжан. Сатам, тұршы ғой. Мағжан. Ал. Сахнаға шығатын уақыт келді ме? Шайыңыз бар ма? Жоқ, сатқан, сатылған, сату деген сөздердің саудагерлер үшін қандай екенін білмеймін, апай. Бірақ мен өз басым үрейленіп қараймын. Себебі мен осы сөзді 1000 рет құрбаны болып, 1000 рет жоғалып барып табылған қазақпын. Яу, өзімді өзім сатқанмын, өзімді өзім атқанмын. Өзімді өзім жаралап, өзегім талай өртеніп, жарамды жалап жатқанмын. Қызылдар мен ақтардың қылышын сүртпей қынға сапқынынан қан боп аққанмын. Топтары мен түрлі таптардың табандарына тапталдым. Өзімді өзім сатсам да, өзімді өзім атсам да. Құдіреті күшті Құдайым, өлтірмей тағат қалдым. Енді Аллам, қарызбен өлтірейін дедің ба? Қарыздың жүгі қашанда ауыр. Айтыңыздаршы. Айтыңыздаршы. Қазір өзі қарыз емес қазақ бар ма? Бар ма? Ол түгіл дүниеге жаңа келген нәрестелердің өзі қарыз емес бізбе деп жылап келетін болды. Жүздері жарық, сөздері анық, кімге болса да қасқайып тұрып сөйлеген қайран ата-бабам-ай. Біреуге қарыз болмақ түгілі, мына ұрпағым қарыз болмасын деп, қиядан қыран ұшса қияғы күйетін, құлан жотса тұяғы тозатын байтақ өлкемді байлығымен бірге мына ұрпағына аманат етіп қалдырған жоқ па? Жоқ, әлде қарызданып жүріп ғұмыр кешсін деді ме? Не үндемейсіздер? Қарыз. Қарыз, қарыз. Қарызы бар адам асқақ сөйлемек түгіл астарлап жағдайын айту үшін де мұрнының астынан бірдеңені міңгірлейді. Орта ғасырлық гректер атқа отырып қылышта салмайтын және қарызы бар ер адамның басын шабу керек деп заң шығарған екен. Атқа отырып қылышта салмайтыны белгілі, ал енді қарызы бар адамның не кінәсі бар деген кезде қарызы бар адам бірінші жағдай айтады. Екінші сылтау айтады. Үшінші өтірік айтады деген екен. Ал өтірік айтқан адам отанын сатады деген. Осыны естісем жүрегім зу өте түседі. Құдайға шүкір, бізде ондай заң жоқ. Ендеше мына залда отырар ма едіңіздер? Ай, бірақ бәрібір. Қарызым барда малым бар деме, Әзірейіл барда жаным бар деме деген біздің қазақ. Жоқ, қазақтан басқа кім айтсын бұндай сөз? Жоқ, анау қарызданып қатын ал, қатының қалар қойныңда деп қай қатын құмар айтты екен дейін. Түрмесіз далада, қорасыз қой бағып, мылтықсыз аң аулаған қайран ата-бабам-ай. Есігіне алашып байлап, 6 айшылық жолды алаңсыз шығып жүріп кете беретін адалдығын айтам. Ешкімге қарыз болмай-ақ, ешкімнің алашыбын аттамай-ақ, ел болудың ешкімге ұқсамайтын үлгісін көрсетті емес. Биді дауда, батырды жауда көрген, елдің жүгін ерменен нарға берген, мал мен жанды жолына құрбан қылып, ата-бабам аштан емес. Аштан емес, ардан, намыстан өлген. Я, намыстан.
Жоқ. Мен қара жер емеспін, сатылып кететін. Мағжан да емеспін, атылып кететін. Ja, қара жер құнарлық үшін сатылып кетті. Ал Мағжан атылмаған үшін атылып кетті.